Қайырлы күн, құрметті кітапсүйер оқырмандар. Бүгін бізде әдеттегіше кітапхана такси жобасы. Қонақта 7-ші сынып оқушысы Малашева Кәмшат. Біздер кітапхана такси жобасының шарттары бойынша оқушыларға 2 жұма бұрын Сапарғали Бегалиннің Бала Шоқан, яғни Шоқан асулары кітабын оқуға берген болатынбыз. Соның ішінде біздер 7-ші жастарға таңдап тұрып Бала Шоқанның өмірін оқып, және содан Kahoot арқылы тест сұрақтарын құрастырған болатынбыз. 20 сұрақ құрастырдық. Сол 20 сұрақтың ішінен 20 сұраққа дұрыс жауап беріп, және бірінші жауап берген 7-ші А сынып оқушысы Малашева Кәмшат. Кәмшат, кітап оқуды, жалпы Кәмшатқа қазір біздер сұрақ қоя бастаймыз. Кітап оқығаны, оның кітап оқуға қалай келгені, және осы Бала Шоқан өмірі оған қалай әсер етті, осы туралы білетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Кәмшат, жалпы кітап оқуды қай кезден бастадың, яғни неше жасынан, және кітап оқуға қалай келдің, кім әсер етті? Осы сұрақтарға қысқаша жауап берсең. Маған негізі кітап оқуға анам әсер етті. Ол маған кішкентай кезімнен бастап балдырға немесе айгөлек журналдарын әкелу арқылы менің кітапқа деген қызығушылығымды арттырды. Қандай бағыттағы шығармалар ұнайды? Негізі әртүрлі жанрдағы. Мен қазір Гарри Поттердің кітабын оқып бастадым. Бірақ сабақтан уақытым бос болмағандықтан оны әлі оқи алмай жүрмін. Бастадың? Иә. Гарри Поттердің өмірі несімен қызық? Неге сені Гарри Поттердің кітаптары қызықтырды? Өйткені ол Гарри Поттердің өмірі фантазияға көбірек жақын, және де ол менің өзімнің сүйікті кейіпкерінің бірі. Оның кинолары өте қызықты. Мен киносын қарап, кітабын оқуға бел будым. Бізге енді мынау жайлы айтсаң, жалпы осыған дейін жиі оқисың ғой да, енді өмірің әлі алда, осыған дейінгі оқыған кітаптарың, қандай кітаптарды оқыдың? Мен кішкентай кітаптарды оқыдым. Ол осы жылы оқыған, күзде оқыдым. Яғни ағылшынша кітап болды. Жер шарын 80 күнде айналып шығу деген. Бұл кітапта негізінде бір саяхатшы өзінің достарымен бәсекелеседі, жер шарын 80 күнде айналып шыға алатындығын сендіру үшін. Ол жердің кішкентай екеніне сенеді. Жалпы Сапарғали Бегалиннің Бала Шоқан шығармасын оқыдың да, содан жеңімпаз атандың ғой енді. Сені жаңағы Kahoot-пен тапсырған тестті мен жүргіздім, сонда қарағанда сен бәріне бірінші болып отырдың. Сұрақтарға мүдірместен жауап бердің. Соған қарағанда кітапты бір рет оқып шықпаған сынау шамасы. Мен оны негізінде бір рет оқыдым, бірақ оны өзіме түсінікті болу үшін асықпай, жаймен оқыдым. Қызық болды ма кітап? Иә, өте қызық болды. Өйткені кішкентай Бала Шоқанның өмірі қалай осындай бір үлкен ғалым болғаны мен үшін өте қызық болды. Бала Шоқанның өзіңді бір қызықты, өзіңе тартымды тұстарынан айта аласың ба? Маған қатты ұнаған бөлімі бұл бірінші мүсінші мысық. Бұл жерден біз Бала Шоқанның қандай мейірімді екенін көре аламыз. Ол ата-аналары ұрысса да, анасы қарсы болса да, ол оған өзінің киім-кешегін беріп, қант, бауырсақ беріп, оны өз бауырына баса алды. Оқи отырсақ та, Бала Шоқанның білімге деген ізденісі ерекше болады ғой. Иә. Және әкесі де оған өте қатты әсер етеді. Иә. Өйткені әкесі оны жаңағы орыс мектебіне жібереді. Орыс мектебіне жіберу арқылы ол өзінің баласын әрі қарай дамығанын қалайды. Осылай біз Шоқанның білімге деген талпынысына әкесінде көптеген зор үлесі бар екенін біле аламыз. Және әжесі жайлы не айтар едің осында? Әжесі бұл Шоқанға тағы да бір білімге деген
қалай бағыт бағдар берушісі деп айтуға болады. Өйткені ол әрдайым шоқанға әрдайым жақсылықты үйретіп отырады. Әр барған сайын әртүрлі жырлар айтып. Мысалы, оған айтып берген бір жыры ол Ер тарғын. Шоқан да біздің өте зерек болып өседі да, кішкентайынан өлең жырға құмар болады. Сол арқылы жаңағы жыр тыңдағанды және оның еліне жаңағы сол ұруға ақын келеді ғой, сол кезде де өлең жырды жаңағы бүкіл әлемді ұмытып соны тыңдауға құмар болады. Яғни зейіні, жалпы ойы, білімі сол жаққа жаңағы ауысады. Қызығады да өлең жырларға, әсіресе мына батырлар шын тыңдағанды. Өзің қай жағынан бейімсің, саған қандай жағы? Өлең тыңдаған ұнай ма, поэзия, әлде жыр? Негізі жыр тыңдаған әрбір адамға жақсы деп ойлаймын. Өйткені жырда сіз өзіңіздің тарихыңызды да біле аласыз. Әртүрлі қызықты оқиғалар, тарихи батырлардың өмір баяндарын білуге болады. Енді қазір сен айттың ғой мана 7-ші класс оқисың да, не бар өмірің әлі алда деп, білімге деген әлі сенің талай белестерің болады. Кітап оқуда ең бастысы зейінің ашық, көкірегің ояу болсын деген тілек білдіре отырып, саған мынандай сұрағым бар. Өзің қатарлас достарыңа не айтар едің? Мен де оларды кітап оқуға шақырамын. Кітап оқу арқылы олар өздерінің білімге деген қызығушылықтарын әрі қарай дамыта алады. Олар әрдайым ізденісте болып, одан әрі өздеріне деген жаңа ақпараттар алып отырады. Және де бұл өздеріне бір болашақта да көмектесуі мүмкін. Әртүрлі сайыстарға қатысқан кезде де, мысалы, кейбіреуіне сөздік қор жағынан көмектеседі. Эссе жазған кезде қазақ тілінен, қазақ әдебиетінен көркем сөздермен сөйлеген сөздік қоры мол болған өзіне де жақсы. Бұл кітапты оқи отырып, мен бір орында тоқтап қалмай, әрі қарай даму керек екенін ұғындым. Өйткені Бала Шоқан өзіне басқа елден келген, Ресей мемлекетінен келген досы арқылы суретке деген құштарлығын оятады. Яғни біз осы арқылы оның бір орында тоқтап қалғысы келмейтінін, зеректілігін, зерек болу керек екенін, оны ізденпаз болу керек екенін біле аламыз. Қызым өзі кішкентайынан кітап оқығанды жақсы көреді. Жылдамдыққа оқытқанда да, сыныпта бірінші болуға, әрқашанда өзі кішкентайынан кітапқа құмар. Барлық кітапханада бастайды бірінші болып жүрді. Жарайсыздар. Рахмет сіздерге де көп. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Құрметті оқырмандар, бұл кітапхана жобасы осымен тоқтап қалмайды. Келесі сандары әлі алда. Сонымен қатар біздер бұл 7-8 класс аралығында өткен жобаның бөлімі ғана, келесі бөлімі 9-10 сынып оқушылары Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» кітабын оқыған болатын. Келесі бөлімдерде кездескенше.